ұстаздар, оқушылар және қадірменді қонақтар. Бақ қалайық, мұнда назар салайық. Мерекесі мектептің үйірме күнін бастайық. Құтты болсын мереке, болсын думан береке. Томирис, сен білесің бе, үйірме өнер бастауы мектептің білімімен шектелмей, қосымша өнер, білім іздеген мектебімізде көптеген оқушылар бары белгілі. Қосымша өнерді меңгеруге ұмтылғандардың ықыласы қуантпай қоймайды. Себебі бұл үйірмелер білім құмар шәкірттердің алдағы уақытта бағындырар белесіне апарар даму жолдардың бірі. Бүгінгі үйірме күніне арналған шалқыған шаттық ордасы атты есептік кешімізге қош келдіңіздер. Бойымды қазақ ханы билеген, қос ішегі бір-біріне тимеген, қазағымның домбырасы күй тартса, тебіреніп ерекше бір күйге енем. Сахна төрінде үкілі домбыра үйірмесі, халық күйі Тепенкөк, үйірме жетекшісі Бейсебаева Айгерім Рамазанқызы, ұлттық өнермен сусындай отырыңыздар. Нәзік әуен аспанның, музыка өзен, дала аспанның. Ғұмыры жоқ ырғақтардан басқаның. Кәне әншілер, бас әуенге, қос әнге, шырқат биік тіршіліктің дастанын. Келесі тыңдайтындарыңыз екінші сынып оқушыларының орындауында ана әнін қабыл алыңыздар. Take a
оқушылары достар вокал үйірмесі жетекшісі Тілеубаева Айнұр Бақытқызы. Халқыма қызмет етемін. Бүгінгі үйірме кешінде өнердің сырын шешемін. Дей келе сахнаға мектебіміздің Қарлығаш би үйірмесінің 2-ші сынып бишілерін джоги үнді биімен шақырамыз. Үйірме жетекшісі Аханова Ализа Ақанқызы.
ұрпағын ауғандағы азап шеккен арыстар. Қошеметпен қарсы алыңыздар. Ауған әндері фестивалінің жүлдегерлері Болтаев Бақберген мен Саденова Аружан. Ауғанстан әні. Сахна төріне шәкәрім оқулардың жүлдегері Ертісбаева Аружан болан бұрынғы әннен өзгерек.
окуучулар, тәуелсіздік ең басты құндылығымыз. Тәуелсіздікке бейбіт түрде қол жеткізгеннен кейін ғана елімізді әлемнің өркениетті мемлекеттерінің қатарына қоса алдық. Осы кезеңде Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеттік. Осынау жүрек жарды қуанышқа толы тәуелсіздігімізді ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап күтумен өтті. Олай болса, бүгінгі шалқыған шаттық ордасы атты қойылымды қабыл алыңыздар. Айла, қарашы, Мағжан Жұмабаев, біз оның өлеңдерін оқыдық қой? Тағы біз оның өлеңдерін көп жаттадық қой. Іңкәр, қарашы, әже тігіп отыр. Ал жыр, бұл не? Бұл адамдар қандай қорқынышты? Мына адамдар кім екен? Білмеймін, бірақ тарихқа кірген атақты адамдар шығар. Тіріліп өздері бізге үн қатса ғой. Жарты жолда қалдыруға болмайды. Біздің күшпен таратса да, рухымыз бен сана сезімге ешкім тиісе алмайды. Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден. Мінезді болыңдар. Жер, отан, сол жер үшін әрбір қазақтың тері төгілген. Жердің асты мен үстегісінің әрбір игілі қазақ үшін қызмет ету керек. Оның әрбір түйме тасы түймедей болып тағылу керек. Ал отанды сату ұлтты сатумен тең. Сондықтан да басымызға қандай күн туса да қазақ еліне қызмет етуге ант етемін. Әдебиетті ешкім мақтаныш үшін жазбайды. Ол мінезден туады. Осылайша халықтың қажетін өтейді. Оқу, білім, жанған шырақ сөнбейді. Үйренерсің, іздеп көрсең қалмасаң. Қу өнерді, қу беліңді жігер сал. Пайдаларсың, қалжанарсың тоймасаң. Көзіңді аш, оян қазақ көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал харам боп. Қазағым бұлай жату жарамасты. Мен сенемін жастарға, алаш атым аспанға, шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Алжир, ажал мекені, қанішерлер мен ақылынан адасқандар үшін жұмақ. Ақ пен қараны, қараңғылық пен жарықтықтың арасындағы майданның басталғалы қашан. Мына біз, ауру елдер, ауыр жұмыстан оралғаннан кейін, көрсілдірі қалмаған ауру елдер. Түрме басшыларының айтуы бойынша неше түрлі кейіптерге еніп, қажеттіліктерін қанағаттандырамыз. Ал кейде кейбір әйелдерді бауыздап, денелері дау етеді. Ал сол дене мүшелерінен әртүрлі туындылар жасап, осы туындыларды аптала бұздырмайды. Осындай күнде камера үшін өлікке толып қалған тұтқындардың бәрін адам төгіссіз азапқа салдырып өлтіреді. Ал зорланған әйелдер айы күні жетіп босанса, балаларын тартып алып, қақаған қыста бөшке толы
Ağzında buldu canımız. Üşü su, tırnam ürünüşükte az oldu. Kılkı ölü, kıyıklı dösek, jastığımız tas oldu. Kırlı semir şınçılar, kolu yaktı jaralar, Жауыздардың тозағын, көрді қорлық азабын. Артылар кімдер? Дұшпандар, дұшпандар! Тыныш қыздар ағыламаңдар. Мынау тас қой. Жоқ, бұл тас емес. Бұл қазақтың ұлттық тағамы құрт. Дәмін көрші. Еткен дәмді. Қыздар қараңдаршы, күн жол келе жатыр. Анау қордың астында біздің ауыл. Менің үйім, қыздар, менің үйім. Қыздар, күнге қараңдаршы, қандай керемет. Кезінде ғұн деген мықты ел болған. Ғұндар сол қазақтардың атасы. Ғұн дегеніміз, күн дегеніміз ғой. Күн, еркіндік пен бостандықтың символы. Доғарыңдар! Ел жұмыс істеңдер, немене құрылқа телеппейедіңдер, а ну-ка, за работу! Қолдарына қару алдыңдар, қорған жоқтарға күш көрсеттіңдер, астыңдар, тастыңдар! Кезек келер. Бұл күнде өтер. Әлі-ақ туар әділеттің ақтаңы. Жап аузыңды, жетер енді, қарату емес, асықтаған қызылту біздікі. Біз өзіміздің елімізді, советтік жерімізді жауардан қорғап қалдық. Ал мына сендер бізді қорғап болмайсыңдар. Қуғын сүрінге ұшырағандарды, абақтыға қамалған ақиқ арыстарды не үшін аттыңдар? Олар дедім мен саған, совет үкіметі тым кемпейіл, аса қайырымды. Қайырымды? Еділ бойын еткен немістер, осы жасағандарын қайырымдылық па? Тоқта! Қашанғы сатқын адам десеңдер, келер ұрпақтың алдында жауап берер күн туар. Дедім мен саған. Тас едегінде жатты қазақ баласы. Қарашқұлбековті шақырыңдар. Сен Фурманов көшесіндегі жасақшыларды көрдің бе? Жоқ, оның арасында болсам қай жақтан көремін? Сен Савицкийді өлтірдің бе? Жоқ, ол өтірік жауап. Сені онып жатқанды көріпті ғой. Кім айтты оны? Беттестір менің сонымен. Ах ты несчастный, капризный. Я тебе покажу отрывки. Жала дейді ғой еще. Рысқұлбеков, Савицкийді өлтірдім деп, мойнына ал. Сонда біз сені әкеле тиіспейміз. Әйтпесе, әкенді ұмыт. Жоқ, жолдас тергеуші. Мен өмірімде адам түгел тышқанды да өлтіріп көрмегенмін. Заключенный Рысқұлбеков, ақымақ болма. Савицкийді өлтірдім деп, мойнына ал. Әйтпесе, менің ыстық алақаныма 4000 сом сал. Түсіндің бе мақұлық? Жоқ, жолдас тергеуші. Ауылдағы әжел күн көріп отқан ата-анамның мойнына жүк бола алмаймын. Және де мен не үшін сізге ақша төлеуім керек? Жақ аузыңды! Тас едегінде жатты қазақ баласы. Ауырса да қыңқ етпеді жарасы. Тұтқындағы жолбарыстай ышқынып, айтып жатты соңғы сөзін ол ащы. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, бозторғайдай жаным бар, қасқалдақтай қаным бар. Алам десен алыңдар, қайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десен атыңдар.
Кеңестер одағының құрамында болған бауырлас қазақ ұлты жылдар бойы аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізді. Евразия кеңістігіндегі ұлы даланың ұландары тәуелсіз Қазақстан деген мемлекеттің туын тікті. Қуанышты сүйінші жеткіз. Алақай ата, алақай. Ал балам, не болып қалды? Сүйінші, Қазақстан тәуелсіздігін алды. Ел болдық ата. О, жаратқан, тәуелсіздік мәңгі боп, қиындықтар болмасын. Қазақ елі азат боп, жаратқаның қолдасын. Тыныш болып еліміз, бар жақсылық орнасын. Тыныш болып жеріміз, уайым қайғы болмасын. Әу. Мұражайдан табылады елімнің өткен тарихы, шежіре етіп жазылады, оқиды оны бар жұртым. Тәуелсіздік бақыты ғой елімнің, тәуелсіздік шаттығы ғой жерімнің, арманына жету үшін қанша адам тарихта шежіре болып қалған екен. Ту төгілді халқымның бүгін бағына, жас өрендер желбір етіп нұғысты, ғасырларға жалғастырып елдікті. Дақ түсірме ата баба рухына, үлгі бізге аталардың ерлігі, ұлақ атты өнегесі еңбегі, тәуелсіздік туын ұстап жоғары, бүгінгі ұрпақ болар елдің ертеңі.
бекіткен айналайын театр ұжымы мен жас талап өзін өзі басқару ұйымы. Алдарыңызда алаш арыстары. Алжир тұтқын әйелдері. Желтоқсан боздақтары. Тәуелсіздік жаршылары. Бейбіт елдің ұландары.